Сәлем достар, сіздермен Гаухар, өте дәмді, тойымды тамақты жасаймыз, кеттік. Алдымен табамығансыға сұйық майды құйып, жақсылап қыздырып аламыз. Одан кейін фаршты салып, қуырамыз. Жақсылап 2-3 минуттан кейін дәміне қарай тұзын, бұрышын саламыз. Осындай дәмдеуіш болса, оны да қоссаңыз болады. Одан кейін ұсақтап туралған пиязымызды қосып, араластырып, табаны жауып 5 минут қуырып аламыз. Видеодағыдай қызанақтарды да осылай әдемілетіп тураймыз. Барлығын турап болған соң, енді бір табаға бірінші етімізді, одан кейін алдын ала жасалған осындай пюрені салып, жағын біртекті етіп жинап шығатын боламыз. Дәм беру үшін қаймақ немесе майонезді де қоссаңыз болады. Майонезді қосып, жағып болғаннан кейін келесі кезекте қызанақтарды дәл видеодағыдай үстіне салып, ірімшікті үккіштен өткізіп, 1-2 жұмыртқаны шайқап, бетіне құйып шығамыз. 180 градуста 20-25 минут пісіреміз. Мінеки тағамыз дайын. Ал менің YouTube каналымда одан да күшті рецептер бар, қарасаңыз